Армысыз ағайын, бүгінгі біздің қарастыратынымыз мойын мәселесі, себебі мойынға байланысты көп сұрақтар келіп жатыр, сауалдар қойылып жатыр, көп адамды ол мәселе қиналтады, сондықтан біз бүгін мойынға көңіл бөлейік. Мойын ауырғанда мойын остеохондрозы және кеуде остеохондрозы деп айтылады. Сонда омыртқадағы болып жатқан әртүрлі жағдайларға байланысты. Содан бас ауырады, тез шаршайды адам, қолда үйді, қол көтерілмейді, мысалы былай. Қол көтерудің өзінде қазір бірталай проблема болып кетті. Сондықтан оның бәрі ең бірінші кезекте сол мойын остеохондрозына байланысты. Сондықтан оны біздің шешуіміз керек. Жақсысы кез келген жерде істей беруге болады бұл жаттығуларды. Отырып та, тұрып та, жатып та. Қазір біз отырған күйдегі нұсқасын көрсетеміз. Біріншіден, иықты қозғамай тек мойынмен жұмыс істейміз. Оңға бұрамыз, солға бұрамыз. Және оның екінші нұсқасы қолмен итеріп тұрып, қолмен ұстап тұрып, күштеп бұруға болады. Сол сияқты оңға. Немесе керісінше, қолмен итересің, өзің күштеп қарсыласасың. Мысалы, солға итересің де қарсыласасың. Және иықты қозғамау керек. Иықты қалай болғанда да ұстап тұру керек те, тек мойынмен жұмыс істейсің. Оңға, солға. Тағы бір мәселе, демалу, шығаруды қосқан жақсы болады. Мысалы, бұрылғанда демаласың, қайтып келгенде шығарасың деміңді. Келесі, артқа, алға. Тап сол сияқты қолмен итеруге болады. Қарсыласып, немесе қолмен ұстап, қарсыласып, басыңмен итересің. Үш нұсқасы бар, әрқайсының әрбір жаттығудың. Міне артқа, алға. Сосын былай қисайды. Енді бұрау емес, алдында біз мысалы былай бұрадық қой, енді былай қисайтамыз. Жәмеде дем алғанда мына жақты созамыз. Қайтып келеміз, дем алып, дем шығарып, сосын дем алғанда сол жақты созамыз. Тап сол сияқты оны да сол қолмен итеріп қарсыласуға болады. Немесе қолмен итеріп өзің қарсыласуға болады. Былай итересінде мойынмен қарсыласасың. Сосын мына алақанның мына жерінде ойыс бар. Сол ойысты мына бас сүйектің екі бұрышы бар, соған қойып, бұрышта мықтап ұстап аласың да. Сонымен сол қолдың күшімен мойынды былай созасың алға қарай. Онда дем алғанда, дем шығарғанда қайтып келесің. Міне соның өзі бірталай мойынды да созады, және мына екі жауырынның ортасында созады. Және тағы да міне былай дем алғанда бұрыламыз. Назарды мына сол жақ шынтаққа аударамыз, солға бұрғанда. Оңға бұрғанда оң жақ шынтаққа аударамыз. Солай біз мына иықты, жауырынды да созып, немесе жиырып жұмыс істетеміз. Міне былай, мысалға міне қолдың күшімен жауырынды бір-біріне қосып, кеудені ашамыз дем алғанда. Дем шығарғанда керісінше жауырынды ашамыз да өкпені қысамыз, кеудені қысамыз, төсті. Соның өзі жауырын мен кеуде мына төс тұсын ашып, жауып, осылай созып, көлденеңде. Біз бана былай создық, алға создық, жоғарға. Енді былай көлденеңінен жұмыс етеміз. Омыртқаның тұсын. Сөйтіп, сонымен жұмыс жүретте, содан қан барады, содан созылып, ол біраз жұмыстана бастайды, содан біртіндеп. Ол бір күнде шешілмейді, бірталай уақыт керек, көп уақыт керек болады.
айлар кетеді. Бірақ күнделікті істей берсең, және оның бір жақсысы кез келген жерде, кез келген уақытта істей беруге болады. Кез келген уақытта. Және қосымша оған массаж. Және басты кішкене артқа қарай, жоғары қарай майыстырсаң, исең, сонда мына бұлшықеттері босайды мойынның. Сол босаған кезде істеу керек. Егер мысалы алға қойсаң дейді, бұлшықеттер созылады да дұрыс жұмыс жүрмейді. Былай кішкене артқа қарай басты ұстасаң, қалқайды. Сонда мына бос болады да, соның бәрін былай уқалауға болады. Оны күнделікті кез келген жерде істей беруге болады. Ерінбей, және қол жеткен жерде мына жерлерді бәрін созу керек. Былай орысша айтқанда шейно-воротниковая зона. Солардың бәріне жұмыс жасайсың. Сосын қосымша тағы былай созуға болады. Бұл да мына кеудеге әсер етеді. Екі жаққа. Соның бәрі қосып келгенде мына кеуде мен мойынның остеохондрозын шешуге көмектеседі. Күнделікті істей берсе, күніне бірнеше реттен жақсы көмектеседі. Остеохондрозды сезуге былай істеуге болады, білу үшін қалай қаншалықты бар, жоқ. Мына жерде мына жердегі шығып тұрған омыртқа бар, соның былай тұсын бүйтіп бассаң, сол сияқты кәдімгі ине кіргендей болады. Ине кіргендей кәдімгі шаншиды. Сол остеохондроз. Сол біртіндеп күнделікті істеп тұрса азая береді. Азая береді де, содан сен біліп отырсың остеохондроздың қозғалып жатқан, жақсы жағына қарай шешіліп жатқан. Былайша айтқанда біз мына омыртқалардың арасын созуымыз керек. Созып, сонда мына ортасындағы дискілер еркін демалып жұмыс істей бастайды. Жақсы. Остеохондроз мына омыртқаның бір-біріне қысылып, дискіні қысып тастағаннан ең бірінші кезекте содан басталады проблеманың бәрі. Соны біздің мәселеміз былай созып, және былай екі жаққа бұрағанда кішкене дискіге еркіндік береді. Сол арқылы біртіндеп ол шешіледі. Ол бір күнде болмайды, біртіндеп күнделікті істей берсең шешіледі. Осымен әзірше сол келесі неде тағы да мүмкін керек болса қосымша қосамыз. Әзірше осыны істей беріңіздер. Күнделікті жұмыс ол.